Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға берік отбасы адамның сенімді тірегі атты сынып сағатын ұсынамыз. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың отбасы, жанұя туралы білімдерін шыңдай түсу. Отбасы құндылықтарының маңызын дәріптеу. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Отбасы өте қажетті, басқа еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім жақындарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады. Сол себепті де біз отанды отбасынан басталады деп қарастырамыз. Отбасы әр бала үшін алтын бесік. Бала отбасы аясында түлеп өседі, оңы мен солын таниды. Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Отбасының басты қазығы, алтын діңгегі ата-ана. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол. Отбасының әрбір мүшесі өзара сөйлесіп, не болмаса ата-ананың баланың міндетін атқаруы ғана емес, береке бірлік, сүйіспеншілікпен қараса, босағасы берік, шаңырағы биік отбасыға айналатынына сөзсіз.